Кайрылуу күн, құрметті достар. Бүгін біз 3-ші сыныпқа арналған көкек тақырыбында диктант жазамыз. Барлығы мәтінімізде 32 сөз. Алдымен әдеттегідей мен мәтінді толық оқып шығамын, содан соң диктантымызды жазуға кірісеміз. Видеоға лайк басып, өз пікірлеріңізді жазғандарыңызға, каналға тіркелгендеріңізге көп рахмет. Көкек. Көкек шағын құс. Ол көкек, көкек деп дыбыстайды. Сондықтан оны көкек дейді. Ол бірден артық жұмыртқаламайды. Көкек ұя салмайды. Көкек балапан баспайды. Жұмыртқасын кез келген торғайдың ұясына тастайды. Оны торғай басып шығарады. Мінекей достар, мәтінмен таныс болдық. Енді диктантымызды жазуға кірісейік. Алдымен тақырыбын жазамыз. Көкек. Жазамыз. Көкек. Азат жолдан бастап жазамыз. Бірінші сөйлем. Көкек шағын құс. Жазамыз. Көкек шағын құс. Сөйлемді тексереміз. Көкек шағын құс. Келесі сөйлем. Ол көкек, көкек деп дыбыстайды. Жазамыз. Ол көкек көкек деп дыбыстайды. Сөйлемді тексереміз. Ол көкек, көкек деп дыбыстайды. Келесі сөйлем. Сондықтан оны көкек дейді. Жазамыз. Сондықтан оны көкек дейді. Сөйлемді тексереміз. Сондықтан оны көкек дейді. Келесі сөйлем. Ол бірден артық жұмыртқаламайды. Жазамыз. Ол бірден жұмыртқаламайды. Сөйлемді тексереміз. Ол бірден артық жұмыртқаламайды. Келесі сөйлем. Көкек ұя салмайды. Жазамыз. Көкек ұя салмайды. Сөйлемді тексереміз. Көкек ұя салмайды. Келесі сөйлем. Көкек балапан баспайды. Жазамыз. Көкек балапан баспайды. Сөйлемді тексереміз. Көкек балапан баспайды.
Келесі сөйлем. Жұмыртқасын кез келген торғайдың оясына тастайды. Жазамыз. Жұмыртқасын кез келген торғайдың оясына тастайды. Сөйлемді тексереміз. Жұмыртқасын кез келген торғайдың оясына тастайды. Келесі сөйлем, соңғы сөйлем. Оны торғай басып шығарады. Жазамыз. Оны торғай басып шығарады. Сөйлемді тексереміз. Оны торғай басып шығарады. Мінекей достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайталап оқып шығамын. Содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өз-өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Диктантты бағалау критериялары видеоның астында жазылады. Көкек. Көкек шағын құс. Ол көкек, көкек деп дыбыстайды. Сондықтан оны көкек дейді. Ол бірден артық жұмыртқаламайды. Көкек ұя салмайды. Көкек балапан баспайды. Жұмыртқасын кез келген торғайдың оясына тастайды. Оны торғай басып шығарады.